Алло, сәлеметсіз бе? Хабарландыру бойынша телефон шалып тұрмыз. Пәтер іздеп жүр едік. Отбасылы жансыздар ма? Иә, отбасылы жанбыз. Бала шаға бар ма? Иә, Алла берген кішкентай қызымыз бар. Баласы барларға пәтер бермейміз. Бұларда баласы барларға пәтер бермейді екен. Отбасылы жандарға береміз деп жазып қояды. Бірақ балалы болғандарға бермейтіндері қалай? Отбасы деп балалы шағалы жандарды айтпай ма? Өкінішке қарай қу дүние адамдардың ниетін бұзды. Баяғы бала үйдің дүниесін құртып, қабырғасын сызады дейді ғой. Әкешім, анашым, қараңыздаршы. Мен бәріміз сиятын үй салдым. Енді осы үйде тұратын боламыз. Ешкім бізді үйінен шығарып жібермейді. Келіңіздер, үйге кіріңіздер. Жаным сол менің. Қандай зәулім үй еді. Итпен жүр. Атпен жүрді. Бір әріптен шатасып қалыппыз. Айып етпеңіз. Халайық, бір отбасының үйін деппін ғой, үйсіз күйсіз қалып, жайлап отырған жерін сел басайын деп жатыр. Көмек керек. Робо, сақшы, дереу дайындалыңдар. Селдің ортасында қалған отбасын құтқаруымыз керек. Жаным, көрпе жастықтар су болмасын. Дереу жоғарыға тасуымыз керек. Жақсы отағасы. Әкешім, анашым, көмектесіңіздер. Отағасы, Айша суға кетіп бар. Қызым! Сақшы, жылдам қайыққа! Қорықпа, Айша, бәрі де артта қалды. Сені құтқардық. Қараңыздар, қайдан келе қалғанын білмедім. Біреулер суға батып бара жатқан баланы құтқарып қалды. Сіздерге рахмет. Қызымызды бір апаттан аман алып қалдыңыздар. Сіздер кім боласыздар? Сіздермен бір сұхбат жасасақ. Менің желідегі оқырмандарым сіздердің ерліктеріңізге куә болып отыр. Оқырмандарың көп пе? Өте көп. 1 миллион оқырмандар. Бәрекелді. Онда бұлай істейік. Бізді қоя бер. Одан да сен бір ерлік жаса. Сол 1 миллион оқырманыңмен асарлатып, мына отбасыға үй алып беріңдер. Міне, нағыз ерлік сонда болады. Жақсы идея. Оқырмандарым, өздеріңіз жаңа ғана ауыр оқиғаның куәгері болдыңыздар. Пәтерсіз қалған отбасы көпірдің астын паналаймын деп селдің астында қалып қоя жаздады. Құдай сақтап, зардап көрген жандар болмады. Енді сіздермен асарлатып,
осы отбасыға пәтер алып берейік. Қазір есеп шотымен бөлсем, әрқайсыларыңыз кемінде 100 теңгеден жіберсеңіздер, отбасын қиын жағдайдан құтқаратын боламыз. Жандарым, айналайындарым, сендерге көп рахмет. Қуанышымызда шек жоқ. Көсегелерің көгерсін балапандарым. Бұл ізгіліктеріңді қалай өтей аларымызды да білмейміз. Агенті, оқырмандарыма бір ауыз тілегіңізді айтсаңыз. Сәлем достар! Ең үлкен ерлік сіздердікі. Ізгілік жолынан айырылмаңыздар. Себебі әлемді ізгілік құтқарады.